Елорданы құрметтеу күні әлемде сирек кездесетін мемлекеттік мереке. Астана бас қала мәртебесіне тәуелсіз Қазақстанда ие болды. Оның қарқынды өсуі елдің табысты дамуының символы. Астана күні Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңда мерекелеу күні болып 6 шілде белгіленген. Оған мемлекеттік мереке мәртебесі берілді, яғни ел азаматтары үшін қоғамдық саяси маңызы бар. Заңмен сәйкес мемлекеттік мереке күндері жұмыс істелмейді. Сондықтан Астана күні тек Астанада ғана емес, бүкіл елде атап өтіледі. Неліктен Астана күні 6 шілде? Бұл күні қаланың астаналық мәртебесіне қатысты алғашқы құжат қабылданды. 1994 жылдың 6 шілдесінде Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі Астананы Ақмола қаласына көшіру туралы қаулы қабылдады. Астананы Алматыдан басқа қалаға көшіру туралы шешімінің бірнеше себептері болды. Басты аргументтердің бірі Алматының қашықтығы, өйткені қала Қазақстанның алыс оңтүстік шекарасында орналасқан. Ал Ақмола ел өңірлерінің көшбасшылары қатарында болды. Сонымен қатар, бұрынғы Астана одан әрі кеңею үшін резервтерді сарқып тастады. Ал Ақмола бұл тұрғыда перспективалы болды. 1997 жылы орталық мемлекеттік органдардың Ақмолаға ресми көшуінен кейін елордалық қалаға қатысты тағы бір маңызды шешім қабылданды. Ал 1998 жылдың 6 мамырында қала Астана дегенді білдіретін Астана деген жаңа символдық атауға ие болды. Елорда мәртебесінде болған уақытында Астана миллионер қалаға айналды. Республикалық маңызы бар қала деген тағы бір мәртебеге ие болды. Қазір Астананың халқы 1,37 миллион адамды құрайды. Титулдық ұлт өкілдері елорда тұрғындарының басым көпшілігін құрайды. Бірақ мұнда бүкіл Қазақстандағыдай ондаған басқа этностардың өкілдері тұрады. 1999 жылы әртүрлі ұлттардың қатар бейбіт өмір сүруінің арқасында ЮНЕСКО шешімімен Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. Қызықты факт, Қазақстан ұлттық банкі 2023 жылдың 3 шілдесінен бастап көрнекті оқиғалар мен адамдар сериясының 100 теңгелік Астана 25 жыл атты естелік монетасын сатуды бастайды. Монета мельхиордан жасалған. Монетаның сыртқы жағында ұлттық ою-өрнек элементтері бар, қаланың стильдендірілген панорамасы орналасқан. Жоғары жағында Астана 25 жыл деген жазуымен. Монетаның алдыңғы жағында Қазақстан Республикасының ел таңбасы бейнеленген, айналасы бойынша Қазақстан Республикасы деген жазу. Төменгі жағында 2 жолда 100 теңге деген жазу бар. Бас қаланың мерекесін бүкіл ел атап өтеді. Салтанатты іс-шаралар тек Астанада ғана емес, барлық ірі қалаларда аталып өтеді. Мереке мемлекеттік туды көтеру рәсімімен басталады. Содан кейін бұқаралық, мәдени және спорттық іс-шаралар басталады. Көрмелер ашылады, концерттер, спектакльдер ұйымдастырылады. Кешке қарай көшелерде халықтық қыдырулар өтіп, мереке түрлі түсті отшашумен аяқталады.